Сәлем достар, бүгін біз Пацаны сериалына қайта ораламыз. Бұл Пацаны сериалының 1-4 сезонға дейінгі толық сюжетін баяндау. Жалпы сол сезондарда не болды, не айтылды, бәрін қысқаша түсінікті қылып шолып шығамыз. Бұрын бұл видео менің каналымда болған, бірақ қазір өкінішке қарай ол өшіп қалған. Ал енді дәл қазір бұл сериалға қайта оралуға өте үлкен себеп бар. Себебі Пацаны сериалының 5 сезоны ресми түрде жарияланды. Көрсетілімі 2026 жылдың 8 сәуірі. Сол күні алғашқы 2 серия бірден шығады, ал финал 20 мамырға жоспарланған. Демек, бұл сериал тағы да бүкіл әлемді дүр сілкіндіруге дайын. Сол себепті мен бүгін осы видеода Пацаны сериалының алдыңғы 1-4 сезонға дейінгі бүкіл оқиғасын қайтадан жүктеп отырмын, сериалды еске түсіру үшін. Айта кету керек, ол кезде менің микрофоным сапасы қазіргідей емес болатын. Сол себепті сапасы сәл төмендеу болуы мүмкін, түсіністікпен қарайсыңдар деп ойлаймын. Және осы видеоға арнап мықты музыка клип шығарылған болатын. Соны тамашалап бағасын беріп пікірге жазып кетсеңдер болады. Жалпы бүгінгі бұл видеода әр кейіпкердің мәні, әр оқиғаның астары, сериалдың не айтқысы келгені бәрін жайлап анық қылып түсіндіремін. Егер сен 5 сезонға дейін Пацаны сериалын толық еске түсіргің келсе, немесе мүлде көрмеген болсаң, бұл видео дәл сен үшін. Ал ендеше видеомызды бастайық. Бұл Пацаны, супер қаһармандар шын мәнінде батыр емес әлем. Уильям, біз келістік. Өлгенше күресуге. Сен және мен. Ал сен алдадың. Келісім бұзылды. Бұл жай ғана сериал емес, бұл шындықтың қараңғы бетті кино-шоу кезі. Сендер үшін айқындық әкеледі. Кетті сахнада суперлер, халық қол соғады, ал көлеңкеде қан көй жасы азап жатады. Волт корпорация бәрін қолда ұстайды, билік пен ақша кім шындықты ұқпайды. Күйі жағалты сүйгенін жүрегі жара, бұттердің өмірі кек, бәрі соған қара. Кемі көңілсіз, бірақ жүрегінде дауыл, француздық жанында бір есімдір мақабыр. Патриот күледі, бірақ көзінде өрт, ол қаһарман емес, ол нағыз күрт. Қазанатсыз, маскасында жалған, поезданын жүрегі тоқтау қалғаған. Подводный теңізде, бірақ құрлықта әлсіз, мев жүрегінде ерлік пен қайғыдан тереңіз. Starlight үміт, жарыға келген қыз, қара нуар үнсіз, бірақ қолғанды іс. Пацандар келеді шындықпен бірге, жалған суперлер қолайды бір сәтінде. Кино-шоу кезі сендерге бәрін көрсетеді, сериал өте мықты, жүректер дүрсілдейді. Сыворотка ви жасанды құдайлар, табиғи емес күш міне олардың сырлары. Балаларды улаған, болашақты сатқандар, Волт корпорациясы нағыз қылмыскерлер. Бұттердің көзінде ашу мен мұң, Раянға қарап жүрегі алай дүлейтін. Әкең кім деген сұрақ, жауап ауыр, соңғы шайқас алда бәрі анық болар. Бұл жай ғана сериал емес, бұл оғам айнасы, жаған жарнама биліктің қайрасы. Халық алдындағы күлкі сахна ойыны, ал артында қылмыс қолаған ойдың қойыны. Starlight халыққа үміт жарық сыйлаған, француздық пен Кюбико махаббатты қорғаған. Марвин әділет үшін күрестің жаны, Хьюи әрбір қарапайым адамның үні. Пацандар келеді шындықпен бірге, жалған суперлер қолайды бір сәтінде. Кино-шоу кезі сендерге бәрін көрсетеді, сериал өте мықты, жүректер дүрсілдейді. Кино-шоу кезі бізбен бірге бол, барлық маусым еске түсті, енді соны көр. Бұл соңғы шайқас тарихта қалады, көз алмай көр, бәрі анықталады. Пацандар келеді шындықпен бірге, жалған суперлер қолайды бір сәтінде. Кино-шоу кезі сендерге бәрін көрсетеді,
Пацаны сериалы 1 маусым. Сериалдың оқиғасы адамдарда супер қабілеттер бар әлемді өрбиді. Олардың басым көпшілігі атақты жұлдыздар болып саналады және көп миллиардты Walt International корпорациясына тиесілі. Ең мықты қаһармандар семерка деп аталады. Олар тек аса маңызды тапсырмаларды орындайды және ең бастысы өздерінің танымалдылығын жоғалтпай, әрдайым халықтың көз алдында болуды қамтамасыз етеді. Міне солардың құрамы. Патриот топтың көшбасшысы, жергілікті Супермен секілді. Королева Мэйв өте күшті әрі төзімді, бұрын Патриотпен қарым-қатынаста болған. Поезд А орасан зор жылдамдыққа ие. DC компаниясындағы Флэшке ұқсас, немесе Marvel компаниясындағы Ртутке. Терең, яғни подводный, балықтармен сөйлесе алады және суда өте жылдам жүзеді. Прозрачный, денесін арнайы затпен жауып көзге көрінбейтін болады және физикалық зақымға төзімді. Қара нуар, аса күшті, сонымен қатар әскери өнерге жетік. Жұлдызша, яғни Starlight, жаңадан қосылған қыз, денесінен өте күшті жарық шығара алады. Алайда басты кейіпкерлер бұлар емес. Негізгі оқиға қарапайым жігіт Хьюдің айналасында өрбейді. Ол қарапайым өмір сүріп электроника дүкенінде жұмыс істейді. Сүйіктісіне ұсыныс жасамақшы болады, бірақ кенеттен поезд А қызды қағып кетіп, оны қас-қағым сәтте бөліп тастайды. Корпорация жағдайды жабу үшін Хьюге қомақты ақша ұсынады, бірақ ол келісімнен бас тартады. Осы кезде Хью мен Бутчер деген адам байланысады. Ол суперқаһармандардың шын мәнінде нағыз қатыгездер екенін және олардың қолынан қаншама жазықсыз адам зардап шеккенін айтады. Бутчер Хьюді сендіреді де одан семерканың жиналыс бөлмесіне жасырын тыңдау құрылысын орнатуды өтінеді. Хьюге бұл тапсырманы орындау сәтті болады, бірақ оны прозрачный байқап қалып өлтірмекші болады. Осы сәтте Бутчер келіп екеуі бірігіп прозрачныйды тоқтатып, оны көлікке салып алып кетеді. Біз білеміз, 8 жыл бұрын Бутчердің әйелін Патриот зорлаған, содан кейін ол із-түзсіз жоғалып кеткен. Үкімет бастапқыда Бутчерге суперқаһармандарға қарсы дәлел жинайтын команда құруға мүмкіндік берген. Бірақ ол шындыққа тым жақындағанда суперқаһармандар олардың жетекшісінің балаларын өлтіріп, бәрін жасырып тастаған. Нәтижесінде команда таратылып кеткен. Қазіргі уақытқа оралайық. Прозрачныйды ұстап алғаннан кейін Бутчер қайтадан өз командасын жинайды. Французик жарылғыш заттардың маманы. Марвин тәжірибелі жауынгер. Олар прозрачныйды торға қамайды және оны өлтірудің жолын іздейді. Өйткені ешқандай қару оған әсер етпейді. Бұл уақытта подводный жаңа әріптесі жұлдызшаны өз билігін пайдаланып, ауызы арқылы зорлыққа мәжбүрлейді. Қатты күйзелген қыз саябақта Хьюмен танысып, екеуінің арасында қарым-қатынас басталады. Ол бейхабар күйінде Бутчер мен командасына семерканың құпияларын ашуға көмектеседі. Біраз уақыттан кейін жұлдызша ашық түрде мәлімдеме жасап, подводныйды әшкерелейді. Корпорация оны басқа жаққа жібереді. Сол сәтте біз Патриоттың корпорация вице-президенті Мэдалинге ерекше сезімі барын білеміз. Команда ақыры прозрачныйды өлтірудің амалын табады. Оның артына бомба орналастырып жарып жібереді. Олар кейін поезд А-ның соңына түседі және оның сыворотка V деп аталатын стимулятор қолданатынын біледі. Бұл зат оның қабілеттерін күшейтеді, бірақ соның кесіріне ол Хьюдің сүйіктісін қағып өткен. Олар бұл дәріні жасайтын жерді тауып, онда Кимико есімді қызды кездестіреді. Ол да супер қабілетке ие, өте күшті, жылдам жазылады, бірақ сөйлей алмайды. Алғашында ол қашып кетеді, бірақ кейін французик оны тауып командаға қосылуға көндіреді. Бұдан бөлек команда жаңа шындықты ашады. Барлық суперқаһармандар табиғи жолмен емес, осы сыворотка V арқылы жасалған. Бутчер үлгіні алып ЦРУ-ға тапсырады. Соның арқасында олар қайтадан мемлекеттік қолдауға ие болады. Сонымен қатар біз Патриоттың өмір бойы зертханада өскенін, ал Бутчердің әйелі Патриоттан жүкті болып, бірақ ресми мәлімет бойынша босану кезінде қайтыс болғанын білеміз. Алайда шын мәнінде ол тірі қалған. Семерка прозрачныйдың өлімін біліп қояды және кімнің істеген анықтай бастайды. Патриот жұлдызшаны сатқын деп айыптайды, бірақ Мэйв оны қорғап қалады. Басты кейіпкерлер өздерінің жақындарына қауіп төніп тұрғанын түсінеді. ЦРУ олардың туыстарын жасырады, бірақ өздері күресті жалғастыруға мәжбүр болады. Осы уақытта ақш-тың басқа елдерінде суперқаһармандар пайда бола бастайды. Бірақ олардың көпшілігі супертеррористер. Үкімет суперқаһармандарды армияға енгізуге рұқсат береді. Бұл корпорацияға миллиардтаған келісімшарттар әкеледі және қаһармандардың басқа елдердегі қылмыстары үшін жауап бермеуіне жол ашады.
Бірақ кейін белгілі болады, бұл суперзұлымдарды әдейі Патриоттың өзі жасаған. Ол жасырын түрінде сыворотка Вині жауларға жеткізіп отырған. Біз сондай-ақ білеміз, Кимикоға жасалған тәжірибелердің артында Патриот пен Поезд А тұрған. Олар адамдарға бала кезінен емес кейін күш беруге бола ма деп зерттеген. Французик, Марвин және Кимико қолға түседі, бірақ Хью мен Жұлдызша оларға көмектесіп қашып кетеді. Сол сәтте Поезд А келіп тоқтатпақ болады, бірақ стимуляторды тым көп қолданғандықтан жүрек талмасына ұшырайды. Бутчер өзінің бұрынғы басшысынан Патриоттың Мэдалинге ғашық екенін біледі де, оны тұтқынға алады. Ол Мэдалинді өлтіру арқылы Патриотты азаптағысы келеді. Бірақ Патриоттың өзі Мэдалинді өлтіреді. Өйткені ол оған ұлы туралы жалған айтқан еді. Бутчер өзін жарып жібермекші болғанда, Патриот оны құтқарып үйге алып барады. Сол жерде Бутчер өзінің әйелі Ребекканы және Патриоттың ұлын көреді. Бірінші маусым осы жерден аяқталады. Пацаны сериалы 2-ші маусым. Бутчер 1-ші маусым соңында өзін жарып жібермек болғанда, Хомлендер оны әйелі Бекканың үйіне әкеледі. Бекка күйеуін тірі қалдыруды өтінеді, әйтпесе Райанның көз алдында, яғни Патриоттың ұлының алдында өзіне қол жұмсайтынын айтады. Патриот амалсыз келіседі, солайша Бутчер біраз уақыттан кейін өз командасына қайта оралады. Бұл уақытта Хью, Французи, Кимико және Марвин жертөлелерді тығылып жүреді. Өйткені оларды әлі де қудалау жалғасуда. Олар елге эмигранттар мен суперқабілетті террористті әкелетін кеме туралы біледі. Команда ЦРУ-дың вице-директоры Сьюзен Рейнермен кездесіп жағдайды баяндамақ болады. Бірақ кенеттен бір супер оның басын жарып жібереді. Осыдан кейін қаһармандар қашуға мәжбүр болады. Патриот Мэдалинді өлтірген соң семерканы өзі басқаруға кіріседі. Бірақ корпорацияға жаңа басшы келеді, Стэн Эдгар. Ол ешқандай қорқынышсыз Патриотты орнына қояды. Семеркаға жаңа мүше қосылады, Гроза. Алғашында ол корпорацияға қарсы сияқты көрінеді, бірақ кейін шын мәнінде корпорацияның мүддесін қолдайтыны белгілі болады. Поезд А ауруханадан шығады, бірақ Старлайтты сатпайды, өйткені ол қыз оның сыворотка Ви туралы құпиясын әшкерелеп тастауы мүмкін. Кейін қаһармандар супертеррористті тауып алады. Ол Кимиконың туған ағасы. Команда оны ЦРУ-ға тапсырмақ болады, бірақ семерка іздеп келіп Гроза оны өлтіреді. Патриот жүрек ауруына байланысты Поезд А-ны семеркадан шығарып жібереді. Хью Старлайтпен байланысып оған Гекко есімді супердің суретін береді. Вот корпорациясы оған сыворотка Ви мен тәжірибе жасап жатқан еді. Старлайт Геккомен келісіп құжаттарды алып шығады. Осылайша баспасөз арқылы жұрт Вот корпорациясының балаларға сыворотка Ви енгізіп, оларды жасанды түрде суперге айналдырып жүргенін біледі. Вот болса бәрін жоққа шығарып кінәні Мэдалинге жаба салады. Хью, Старлайт және Марвин Мэлори деген бұрынғы агенттің көмегімен Грозаның шын бейнесін ашады. Ол 100 жасқа жақындап қалған, кезінде Либерти деген атпен танылған нацистік көзқарастағы супергероина болған. Осы сапар кезінде Хью мен Старлайт алғаш рет бірге түн өткізеді. Патриот ұлын тәрбиелеуге тырысып, оған өз ортасын таңады, бірақ Бекка қарсы болады. Өйткені ол баласын қарапайым, адал етіп өсірген. Мэлори Бутчерге әйелі қайда жасырын ұсталып отырғанын айтып береді, бірақ Бекка қашқысы келмейді, өйткені Бутчер Райанды қабылдамайды. Бутчер өзінің тәтесі Джудидің үйіне тығылады, бірақ оны қара Нуар тауып алады. Бутчер Стэн Эдгарға хабарласып, егер Нуарды тоқтатпаса, Патриоттың ұлы туралы бар шындықты жария ететінін айтады. Эдгар амалсыз Нуарды кері шақырады. Кейін біз Бутчердің отбасы жайлы көбірек білеміз. Оның әкесімен қарым қатынасы қиын, ал інісі Ленни жастай қайтыс болған. Старлайт Грозаның компьютерін ақтарып, Сейдж Греф психиатриялық клиникасында құпия тәжірибелер жүріп жатқанын біледі. Команда сол жерге барып, ересектерге сыворотка Ви енгізіп жатқанын көреді. Бірақ бәрі бақылаудан шығып кетіп, эксперименттегі адамдар қашып кетеді. Сол жерде олар фонарщикті кездестіреді. Ол кезінде Мэлоридің немерелерін өлтірген еді. Енді ол қатесін түсініп командаға көмектеседі. Біз жаңа кейіпкерді көреміз, Виктория Ньюман, конгрессмен. Ол Вот пен суперлерге қарсы шығып, Мэлори мен қаһармандармен бірігеді. Доктор Фогелбаум сотта Воутқа қарсы куәлік бермек болады, бірақ кенеттен белгісіз супер оның басын жарып жібереді. Бірге оңдаған адамда қаза табады. Патриоттың абыройы төмендей бастайды, бірақ Гроза пиар арқылы халықтың сүйіктісіне айналып, екеуі бірігіп кетеді. Олар тіпті төсектес болып, Райанды ұрлап әкетіп, оны супергерой етіп тәрбиелегісі келеді. Бекка қашып шығып Бутчерден көмек сұрайды.
Подводный семеркадан қуылғаннан кейін өмірінде құлдырайды. Оны шіркеу ұжымының басшысы Аластер тауып алып ұйымға қосады. Подводный үйленеді және кейін пойыз Аны да осы шіркеуге тартқызады. Бірақ соңында Эдгар пойыз Аны семеркаға қайтарады, ал Подводныйды далада қалдырады. Патриот Мэйвтің сүйіктісі Еленамен қарым-қатынасын біліп алып, оны қорқытады. Мэйв Подводныйдың көмегімен ұшақ апатының видеосын тауып алып, Патриотты шантаждайды. Воут Старлайтты сатқын деп тауып, оны қараңғы бөлмеге қамайды. Хью мен Фанашик оны құтқаруға келеді. Фанашик өз-өзін өртеп қаза табады, ал Хью мен Старлайт қашып шығады. Мэйв оларға көмектеседі, ол тіпті қара нуарды арақ еспен улатып жеңеді, өйткені оның аллергиясы бар еді. Пойыз Гразаның архивін тауып алып, Хью мен Старлайтқа береді. Олар құжаттарды жариялап, халық Гразаның нацистік өткен өмірін біледі. Ол Воут негізін қалаушының әйелі болған, ал алғашқы бұл сыворотка Ви алған адам екен. Бекка Бутчерден ұлын қайтаруға көмектесуін сұрайды. Бутчер Стэн Эдгармен келісіп, Райанды корпорацияға тапсыруға уәде береді. Команда Райанды құтқарғанмен Граза жолын кеседі. Райан ашудан супер қабілетін қолданып, Гразаны өртеп жібереді. Бірақ соның салдарынан анасы Бекка да қаза табады. Өлер алдында ол Бутчерден ұлын қорғап жүруін өтінеді. Патриот келіп бәрін өлтірмекші болады, бірақ Мэйв ұшақтағы видеоны көрсетіп, егер ол оларды өлтірсе, видеоны жария ететінін айтады. Амалсыз Патриот шегінеді. Бутчер Райанды Мэлориге тапсырады. Патриот ақылынан айырыла бастайды. Старлайт семеркаға қайта оралып, Хьюмен кездесіп жүреді. Марвин отбасына қосылады. Французик пен Кимико жақындай түседі. Кенеттен Аластардың басы жарылады. Біз осы уақытқа дейін барлық басшарғы шабуылдардың артында Виктория Ньюмен тұрғанын білеміз. Хью тіпті оның көмекшісі болып жұмысқа кіреді. Екінші маусым осылай аяқталады. Пацаны сериалы 3-ші маусым. Екінші маусым оқиғаларынан 6 ай өткен соң, Хью Виктория Ньюменмен бірге суперқахрамандар ісі бойынша бюрода жұмыс істейді. Бутчер, Французик және Кимико да осы ұйымға жұмыс істеп, барлық лас тапсырмаларды орындайды. Бірақ оларға қылмыскерлерді өлтіруге тыйым салынғандықтан Бутчер депрессияға түседі. Бір күні Хью Викторияның бір адамның басын жарып жібергенін көреді де, оның өзі де супер екенін түсінеді. Хью Бутчерге бар шындықты айтады. Бұл уақытта Эдгар, Воут басшысы, президенттікке үміткер саясаткерге жаңа препарат туралы айтады. Ви-24. Ол қарапайым адамды 24 сағатқа супергеройға айналдырады. Эдгар корпорацияны фармацевтика саласына ауыстырып, суперлерді таратып жібермек болады. Алайда халық Гразаның нацистік өткенін білген соң, Патриоттың рейтингі құлдырайды. Ол әлі де Гразаны жақсы көреді, бірақ әйел ауыр халде жатқан соң ақыры өзін өзі өлтіреді. Эдгар жағдайды түзету үшін Старлайтты семерканың қосымша капитаны етеді. Бұл Патриотқа ұнамайды. Оның жүйкесі тіптен сыр береді. Ол енді ешқандай компроматтан қорықпайтынын айтып, егер өзін әшкерелесе, мыңдаған адамды өлтіремін деп ашық мәлімдейді. Бұл сөздері кейбір топтарға ұнап, рейтингі қайта көтеріле бастайды. Семеркаға жаңа мүше қабылданады. Суперсоник. Старлайттың бұрынғы танысы, бірақ ол Старлайт пен Мэйвпен бірігіп, Патриотқа қарсы шыққан соң Патриот оны өлтіреді. Пойыз Аның орнына семеркаға қайтадан Подводный қосылады. Ол өзінің әйелі әрі пиаршысының көмегімен абыройын қалпына келтіруге тырысқанымен, бұрынғыдай жеңілтік әрі әдепсіз болып қала береді. Мэйв Бутчерге келіп Патриотты өлтіруге көмектеспек болады. Ол Бутчерге бұрынғы суперкоманда туралы айтады. Расплата. Оның көмекшісі Солдатик, Солдербой, Патриотқа тең келетін аса күшті қаһарман болған, бірақ ол Никарагуада құпия операция кезінде қаза тапқан деседі. Мэйв Бутчерге Ви-24 сывороткасын береді. Бутчер оны қабылдап бір күнге суперге айналады. Ол Порох деген ескі суперді өлтіреді және Солдатикте ресейліктер өлтіргенін біледі. Бутчердің командасына Марвин қайта қосылады. Оның да Солдатикпен жеке есебі бар. Кезінде ол оның отбасын өлтірген. Команда Мэлориден шындықты біледі. Солдатикті шын мәнінде оның әріптесі Расплатаның өз мүшелері жек көргендіктен орыстарға ұстап берген. Ол ешқашан өлмеген. Бутчер ашуланып сыворотка Ви-24 қайта қолданады. Хью де оны байқап көреді. Ол телепортация қабілетін алады.
Команда Ресейге барып құпия зертхананы табады. Сол жерден олар капсуладан тірі солдатикті босатып алады. Солдатик оянып кеудесінен жарқыраған энергия толқынын шығарып қашып кетеді. Бірақ Кимико қатты жарақатталып супер қабілетінен жоғалтады. Эдгар Виктория Ньюманды Патриотқа қарсы пайдаланбақ болады. Бірақ Виктория керісінше Эдгарды сатып кетеді, ал Патриот корпорацияны толық бақылауға алып, Эшлиді директор етеді. Нина французиктің бұрынғы бастығы, оны қылмыс жасауға мәжбүрлемек болады. Ол көнбегенде Кимико мен оның сүйіктісін тұтқындайды. Бірақ команда оларды құтқарып, французик енді Бутчердің бұйрығына бағынбайтынын айтады. Кимико қайтадан сыворотка Ви қабылдап, супер қабілетін қалпына келтіреді. Өйткені ол французикті қорғай алмайтынын түсінеді. Сол уақытта Starlight Hugh'дің V24 қолданғанын біліп ренжіседі. Мэйв Бутчерге тағы да дозалар береді және екеуі тіпті төсектес болады. Бірақ кейін Патриот бұл туралы біліп Мэйвті түрмеге қамайды. Солдатик Америкаға қайтып оралады. Ол тұтқында болған жылдары ПТСР-ге ұшырап, Нью-Йорк ортасында үлкен жарылыс жасап, көп адамды өлтіреді. Бутчер мен Хью солдатикпен келісім жасайды. Солдатик бұрынғы командасынан кек алады, ал ол болса Патриотты өлтіреді. Осы кезде Starlight әлеуметтік желілерде Волк пен Патриоттың қылмыстарын әшкерелейді. Ол семеркадан кетіп ашық түрде қарсы шығады. Пойыз А жүрек ауруына байланысты қайтадан жүгіре алмай қалады. Бірақ ол бір нәсілшіл суперді өлтіріп, жүрегі тоқтап қалады. Кейін ол сол супердің жүрегін өзіне салдырғанын біледі. Команда бұрынғы Расплата мүшелерінің бірін тауып алады. Ол Бутчерді елестетіп, оның өткенін көрсетеді. Әкесі қатал болған, ал інісі Ленни өзін өзі өлтірген. Ақыры солдатик Патриоттың туған әкесі екені анықталады. Бұл жаңалық Патриотты да, солдатикті де есеңгіртеді. Патриот қара нуардың мұны жасырғанын біліп, оны өлтіреді. Финалдағы шайқаста Бутчер, Хью, Мэйв, Starlight және қалғандары солдатик пен Патриотқа қарсы шығады. Солдатик Райанды да өлтірмекші болады, бірақ Мэйв өзін құрбан етіп, оны тоқтатады. Солдатикті ЦРУ арнайы контейнерге қамайды. Мэйв супер қабілетін жоғалтып, сүйіктісімен бірге қарапайым өмірге кетеді. Патриот ашық митинг кезінде бір адамды өлтіреді, бірақ халық оны қолдап қол шапалақтайды. Оның ұлы Райан да бұл сәтте әкесінің қасында болып, әкесінің жолын құптағандай көрінеді. Бутчердің V24-ті тым көп қолданғаны белгілі болып, оған ми қатерлі ісігі диагнозы қойылады. Оған бар болғаны 1 жыл ғана өмір қалды. Командаға Starlight ресми түрде қосылады, ал Виктория Ньюман Америка президенттігіне үміткер екенін жариялайды. 3-ші маусым осылай аяқталады. Пацаны сериалы 4-ші маусым. 3-ші маусым соңында Патриот ашықтан ашық халық алдында адам өлтіріп, жазаланудың орнына керісінше қолдау тапқан болатын. Халық оны қорқынышпен емес, енді тікелей қол шапалақтап қолдай бастайды. Осыдан кейін елдегі жағдай одан сайын ушыға түседі. Ал Бутчердің жағдайы нашарлай береді. Дәрігерлер оған ми қатерлі ісігінің асқынып, бар болғаны 6 ай өмір қалғанын айтады. Ол бұл туралы командаға толық айтпайды. Оның үстіне ол галлюцинация көре бастайды. Көз алдына қайтыс болған әйелі Бекка да, ойдан шығарылған ЦРУ агенті Кеслер де елестейді. Олар Бутчердің ойына түрлі ой салып, ар-ожданын қинайды. ЦРУ негізгі миссия береді: Виктория Ньюманды өлтіру. Бірақ бәрі ойдағыдай болмайды. Олар оның қызы Зоиды да супер қабілетті екенін біледі. Қаһармандар әрең қашып құтылады. Ньюман оларды өлтірмек болады, бірақ егер солай істесе, бүкіл әлем оның шын мәнінде супер екенін біліп қоятынын түсінеді. Starlight осы кезде айналасына халықтық қозғалыс жинайды. Қозғалыстың атауы Starlightерлер. Олар супер қаһармандарды әділетсіз істері үшін жауапқа тартуды талап етеді. Осы уақытта Патриотқа да сот процесі жүреді. Ол халық көзінше адам өлтірген еді. Бір топ адамдар оны түрмеге қамауды талап етсе, екінші жақ оның жанкүйерлері оны қорғап шығады. Бутчер командасына өзінің ісіктің кесірінен өліп бара жатқанын айтады, бірақ ол көзіне көрілетін елестер туралы үндемейді. Кеслер оған Хомлендерді өлтіру үшін Райанды ұрлап, ЦРУ қаруына айналдыруды ұсынады. Бірақ Бутчер бұған көнбейді. Өйткені Райанды өзі жақсы адам болып өседі деп үміттенеді. Дегенмен, Хомлендер ұлын біртіндеп өз жағына тартып, адамзатқа жеккөрінішпен қарауға үйрете бастайды. Тіпті Райан әкесінің бұйрығымен бейкүнә адамды да өлтіреді.
Хомлендер өзін жағалай тек қана жалпақтаушылар мен ақымақтар қоршап тұрғанын байқайды да командасына жаңа мүше шақырады. Сейдж, оның қабілеті аса зор интеллект. Ол жер бетіндегі ең ақылды адам. Ол бірден суперлердің ғана емес, бүкіл елді бағындырудың жоспарын құрып тастайды. Оның кеңесімен Хомлендер мен Старлайт қозғалысы арасындағы соғыс ушығады. Осы уақытта поезд А жасаған қателіктеріне өкініп, Марвинмен бірігеді. Ол семеркадан жасырын ақпарат әкеліп, команданың тыңшысы болып шығады. Бірақ семерка сатқын барын біліп, күдіктілерді қырып тастай бастайды. Сейдждің жоспары бойынша Старлайт пен жақтастарын қаралау үшін олар 3 Хомлендер фанатын өлтіріп, кінәні Старлайтерлерге жабады. Ақпараттық шабуыл арқылы либералдар мен халықтың қолдауы азаяды. Французик пен Кимико өздерінің жеке трагедияларымен арпалысады. Кимико өткенде өзін кішкентай кезінде ұрлап кеткен ұйымды тауып, оларды қырып салады. Бірақ бір қызды тірі қалдырады. Французик болса кінәдан қашып, полицияға өзі беріліп, түрмеге түседі. Кейін Бутчер оны босатып алады, өйткені ол вирус әзірлеуді қажет етеді. Бутчер Виктория Ньюманның жасырын зертханасын тауып, онда суперлерді өлтіретін вирус бар екенін біледі. Бірақ вирус жоғалып кеткен болып шығады. Ол тек ғалым Саммерде қалады. Бутчер оны жасырын ұстап, жаңа әрі күштірек вирус жасатқызады. Бұл уақытта Старлайт Перевертыштың қолына түсіп қалады. Ол Старлайттың түріне кіріп, оны халыққа қарсы көрсетпек болады. Бірақ ақыры нағыз Старлайт босанып шығып, жалғанын әшкерелейді. Хомлендер мен Сейдж бүкіл билікті өз қолына алады. Виктория Ньюман президент болудан бас тартпақшы болады, өйткені ол марионеткаға айналғысы келмейді. Бірақ бас тартса өзінде қызын да өлтіретінін біледі. Ақыры ол пацандарға қосылғысы келеді. Алайда дәл осы кезде Бутчер кенеттен өзгеріп, одан шыққан сывороткадан туған мутанттық күш оянады. Оның кеудесінен белгісіз аяқтар шығып, ол Виктория Ньюманды өлтіреді. Ол французиктен вирус салынған дротикті алып, өзін құрбан етіп болса да патриотты өлтіруге бекінеді. Патриот пен Сейдждің жоспары белгілі болып, елде төңкеріс басталады. Перевертыштың президент бункерінде жасаған жазбасынан патриоттың Ньюманды өлтіруге талпынғаны әшкереленеді. Бірақ сотқа дейінгі сәтте Хомлендердің қолындағы саясаткерлер оны ақтап шығады. Жаңа президент жарияланып, суперқахармандарға әскер мен полиция рөлі беріледі. Патриот ұлын Райанды қасына алып, халыққа жаңа дәуірдің басталғанын жариялайды. Бірақ Райан Бутчер сыйға берген анасының суретін көріп, жүрегінде күмән пайда бола бастайды. Ол тікелей эфирде әкесінің саясатына қарсы сөз айтып, Хомлендердің ашуын туғызады. Финалдық шайқаста пацандар қашпақшы болғанымен, суперлер оларды ұстап алады. Старлайт қашып құтылады, бірақ Бутчер вируспен бірге белгісіз бағытқа кетеді. 4-ші маусым осылай аяқталады. Міне достар, біз сіздермен бірге Пацандар сериалының 1-ші маусымнан 4-ші маусымға дейін толық еске түсіріп шықтық. Көргенде бұл сериал жай ғана суперқахармандар туралы емес, ол билік, саясат, ақша және адамның шынайы табиғаты жайлы. Әр маусым бізді күтпеген бұрылыстармен, қанды оқиғалармен және шынайы өмірге жақын сарказммен таңғалдырды. Алда бізді 5-ші маусым күтіп тұр. Бұл маусым сериалдың ең шарықтау шегі, тіпті соңғысы болады деп күтілуде. Демек, біз ақыры Бутчер мен Патриоттың тағдырын, Райанның кімнің жолын таңдайтынын, ал Пацандар командасының соңына дейін аман қала ма, жоқ па, соны көреміз. Сериал бізге бір нәрсені дәлелдеді. Шын мәнінде ең қауіпті құбыжықтар көрінбейтін жындар емес, билікке шексіз қол жеткізген адамдар. Супер деген атақтың артында әрдайым нағыз адам жатыр, ал ол адам кейде нағыз жауыз болуы мүмкін. Егер сізге бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып пікір қалдырыңыз. Сіздің әрбір әрекетіңіз маған жаңа видеоларды түсіруге шабыт береді. Ендігі тоқтаусыз 5-ші маусымды бірге күтейік, өйткені ол біздің көз алдымызда тарихқа айналатын маусым болады. Күтеміз, көреміз, талқылаймыз. Сіздермен болған киношоу кезі, келесі кездескенше. Киношоу кезі